Ақжол демократиялық партиясы 21 ғасырдағы Алаштың Ақжол атты 2019 жылғы жалпыұлттық 8-ші байқауын жариялайды. Байқаудың басты мақсаты Алаш қозғалысының саяси тәжірибесін, экономикалық ұстанымын және рухани мұрасын қазіргі Қазақстан қоғамын жаңғырту контекстінде зерделеу мен насихаттау. Байқауға Алаш қозғалысы тақырыбын зерттеумен айналысып жүрген қазақстандық және шетелдік студенттер мен жас мамандар қатысылады. Алғашқы 3 номинация: авторлық мақала немесе эссе. 4-ші номинация ақпарат құралдарына жазатын бақ өкілдер арасында өтеді. Байқау жұмыстары 2019 жылдың 1 қазанына дейін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. Толық мәлімет ақжол.kz сайтында. Бұл сайыс 2012 жылдан бері Алматы, Семей, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Нұр-Сұлтан қалаларында ұйымдастырылған. Алаштың ұлы ақыны Мағжан "Мен жастарға сенемін" деп бекер айтпаған. Аламаннан қапы қалмаңыздар, Алаштың жастары.